Hello everyone, Sultan with you. This is English from Zero, the seventh lesson. This lesson is going to be about subjective pronouns, be verbs, and contractions. Assalamu alaikum. Құрметті достар, көрермендер. Бұл ағылшын тілі 0-ден бастап 7-ші сабағы. Бүгінгі сабақ жіктеу есімдіктері, be етістіктері және олардың қысқартылған түрі қарастырылатын болады. Сонымен бүгін кішкене даусым дұрыс болмай тұр. Айыпқа бермеңіздер. Сонымен сол жақтағы шеткі тұрғандардың бәрі жіктеу есімдіктері біз бәріміз білеміз. Алдыңғы сабақта өткендегідей I, he, she, it, you, we, they. Бұлар жіктеу есімдіктері. Ал олардың дәл қасындағысы олар be етістіктері, яғни be verbs. Мінекей мыналар am, is, are. Сонымен ал олардың оң жақтағысы ол contractions, яғни бұл сөйлемнің қысқартылған түрі, яғни I am, I'm. I am, I'm. He is, his. She is, she's. It is, its. You are, your. We are, we're. They are, their. Сонымен мысалдарды қарастыра кетейік. Мен студентпін. I'm a student. Естеріңізге сала кетейін. I'm дегеніміз I am тіркесінің қысқартылған түрі. I'm a student. Өздеріңіз естіп тұрғандарыңыздай, бұл бір сөз секілді естіледі. I'm a student. Менің артымнан қайталап, мұқият тыңдап, қайталап отырыңыздар. He's a student. Ол студент. Ер адамдарға арналған. Және мынау артиклін көріп тұрсыздар ғой. Өйткені жегеше түрде тұрғандықтан артиклі қолданылады. Сонымен he's a student. She's a student. Ол студент әйел адамдарға. It's a dog. Сонымен it жіктеу есімдігі бізде мекен-жайға байланысты, жануарға байланысты және заттарға байланысты болатын, қолданылатын болатын. Сондықтан it's a dog. Dog дегеніміз it. You're a student. Сен немесе сіз студентсіз. You're a student. We're students. Біз студентпіз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда бізде артиклі жоқ, барлық жағдайдағыдай. Және студент сөзіне s жалғау жалған тұр, яғни көптік жалғауды білдіреді. They are students. Олар студенттер. Және көбінесе осы қысқартылған түрін жақсылап үйреніп алыңыздар. Сол өйткені бұл көп жағдайда кездесетін түрі қысқартылған, яғни дәл осы мен оқып шыққандай осыларды қолданып жүріңіздер. Сонымен мысал, I'm a boy. Boy дегеніміз бала деген мағынаны білдіреді. I'm a girl. Қыз деген мағынаны білдіреді. Яғни мен баламын, мен қызбын. He's a man. Ол жігіт деген секілді. Ол ер. He's a boy. Ол бала. She's a woman. Ол әйел деген секілді мағынаны білдіреді. She's a girl. Ол қыз бала. Ол қыз. It's a chair. Бұл орындық. Немесе ол орындық. It's a cat. Ол мысық. You're a singer. You're a singer. Сен немесе сіз әншісіз. Singer. You're a friend. Сен немесе сіз доссың, доссыз. We're sisters.
we're sisters. Біз апалы сіңліміз. We're brothers. Яғни біз ағайындылармыз, яғни інісі, ағасы, інілі ағалымыз деген секілді. Brother дегеніміз аға, brothers дегеніміз соның көпше түрі. Their people. Олар адамдар, бірнеше адам. People дегеніміз адамдар деген мағынаны білдіреді. Their cars. Олар көліктер. Car деген машина, немесе көлік. Cars дегеніміз көпше түрі, яғни көліктер. Жансыз заттар. Өздеріңіз білесіздер, they дегеніміз бізде мекен жайларға байланысты, жансыз заттарға байланысты, жануарларға байланысты, адамдарға байланысты айтыла беретін болады. Сонымен, құрметті достар, көрермендер, көргендеріңізге көптен көп рахмет. Бұл видеоға лайктарыңызды аямаңыздар, тіркеліңіздер, және де қоңыраудың белгісін басып қойсаңыздар, қашанда жаңа видео шықса, сіздерге уведомление келіп тұратын болады. Сол кезде ешқандай жаңа видеодан құр қалмайсыздар. Рахмет, сонымен сау болыңыздар. Goodbye.